Саламатсыздар ма? Біздің бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Жалпы бұл видеода Қазақстандағы ең белең алып жатқан мәселе қаржылай сауаттылық бойынша, яғни қаржылай сауатты қалай боламыз, өз қаржымызды қалай басқарамыз. Осы бойынша осы видеода толықты тарқатып айтып өтетін боламын. Видеоны соңына дейін қараған жандар үшін өзімнің арнайы сыйлығым бар, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Менің есімім Саят Берікбол, 5 жылдық тәжірибесі бар инвестор. Жалпы қазір осы қаржы тақырыбын өзіңізге толықтай ашып беретін боламын. Жалпы әлем бойынша бай адамдардың статистикасын қарайтын болсақ, бізде 75% адамдар бұл ірі корпорация иелері, яғни ірі компанияны, ірі холдингті, ірі корпорацияны басқаратын адамдар әлемдегі ең бай, яғни қаржылай еркін бай адамдардың 75%-ын құрайды. Ал 15%-ы бұл бізде инвесторлар. Инвесторлар тек қана акцияға, ETF-ға, облигация емес, одан бөлек тұрғын үй болуы мүмкін, кез келген кәсіби инвестиция болсын, яғни кәсіпке тікелей инвестиция болсын. Бұл кісілер бізде әлемдегі ең бай адамдардың 15%-ын құрайды. Одан бөлек бізде 7% бұл мұрагерлер, яғни бұрыннан бері ата-бабасынан қалған байлық, немесе әкесінен қалған байлыққа ие болып, қазір соны жүргізіп отырған кісілер бізде әлем бойынша бай адамдардың 7%-ын құрайды екен. Одан бөлек бізде 3% спортсмендер, яғни барлығымыз көріп жүрген, әлеуметтік желіде жалпы былай да көріп жүрген әйгілі спортшылар, талантты спортшылар әлем бойынша ең бай адамдардың 3%-ын құрайды екен. Және жалпы статистикада ешқандай адам, яғни 0% деп айтсақ болады, қарапайым жалақыға жұмыс жасап, байлыққа жеткен, қаржылай еркіндікке жеткен ешқандай адам жоқ. Өйткені тек қана жалақымен ғана байлыққа, қаржылай еркіндікке жету ол мүмкін емес. Ол дәлелденген факт. Жалпы статистиканы қарасаңыздар, барлығы да белгілі бір дүниелерді басқарады, иә? Корпорация иелері өздерінің холдингтарын, корпорацияны, қаншама команданы, қаншама қаржы, финанс басқарады. Одан бөлекше 15% инвесторлар өздерінің капиталдарын, өздерінің активтерін, дұрыс активтерге инвестиция жасай отырып, өздерінің ақшасын өсіреді. Өздерінің капиталдарын, қаржысын басқарады. 7% мұрагерлер әкесінен, ата-бабасынан қалған байлықты басқарады. Соны құртып алмай, басқа жүйелі активтерге инвестиция жасайды, немесе белгілі бір кәсіптер ашады деген сияқты. Және де 3% спортсмендер өздерінің тұрақтылығын, өздерінің еңбегін, өздерінің фокустарын басқарады, яғни белгілі бір өзінің саласына деген тұрақтылығын ұстайды, фокусын ұстайды, осы арқылы өзінің саласына жетістікке жетіп жатады. Барлығын қарасаңыздар, белгілі бір дүниелерді басқарады. Демек, егер біз ештеңені басқармайтын болсақ, біз хотя бы өзіміздің жеке қазір тауып жатқан қаржымызды дұрыс басқара алмайтын болсақ, біз ешқашан қаржылай еркіндікке жете алмаймыз. Бұл ащы болса да шындық. Сіз жалақыға жұмыс жасап жүріп, бір күні бәрі жақсы болып кетеді, бұйырғаны болады деп жүрген кезде, ештеңе өзгермейді. Бұл өмір кино немесе ертегі емес. Біз өзіміз хотя бы қаржымызды басқармасақ, мысал ретінде келтірейін, компанияда, корпорацияда экономист, бухгалтер деген былайша айтқан кезде мамандар бар да. Ол мамандар не үшін? Ол компания егер экономисттер, бухгалтерлер болмайтын болса, ол компания қанша мықты бренд болсын, қанша мықты сатылым болсын, ұзаққа бармай банкрот болады. Өйткені қаржы дұрыс болмаған жерде ол өсім болмайды. Есептемеген зат ол ешқашан өспейді. Тура сол сияқты, енді бір үлкен корпорация, үлкен компания иесі болмасақ та, өзіміздің ішімізде өзіміз бір кішкентай бухгалтер, өзіміз бір кішкентай экономист болуымыз керек. Яғни қазірге тауып жатқан өзіміздің 100 мың теңгемізді басқара алмасақ, 200 мың теңгемізді басқара алмасақ, болашақтағы 1 миллион теңге, 2 миллион теңге табысы ешқашан басқара алмаймыз. Ол көбірек ақша тапсам, мен дұрыс басқарып кетем, просто қазір ақша жеткіліксіз деген дүние ол сылтау. Және ол ақша ешқашан келмейді. Сіз қазіргі ақшаны басқара алмайынша, ол мүмкіндіктер өміріңізге келмейді. Сол үшін қазір қанша ақша тауып жатырсыз, сол ақшаны дұрыс басқара алуыңыз керек. Енді осы ақшаны қалай басқару керек, қалай бөлу керек, қазір осы бойынша айтып өтемін. Енді қаржыны басқаруға өте мықты схема бар. Енді әр адам өзінің схемалары бар, өздерінің былайша айтқан кезде стратегиялары бар. Енді мен сіздерге ұсынатын схема бұл бізде 25-15-50-10 стратегиясы өздеріңізге көрсеткендей. Яғни 25% бұл жақта сізде табыс бұл өсімге кету керек. Өсім деп жатқанымыз бұл дұрыс тамақтануға, немесе тағы басқа белгілі бір ағылшын тілін үйрену деген сияқты дүниелер емес. Бұл 25% нақты өсімге кету керек. Яғни ақшаңыз сізге қайта ақша алып келетін активтерге салыну керек. Активтер деп жатқанымыз сол тұрғын үй болуы мүмкін, акция болуы мүмкін, облигация болуы мүмкін, ETF болуы мүмкін. Яғни сіз ұйықтап жатсаңыз, сіздің ақшаңыз жұмыс жасайтындай активтің көзі. Ол кәсіп болуы да мүмкін. Сол жаққа осы 25% табысымызды салуымыз керек. Жалпы бұл 25% болмаса, біз былайша айтқан кезде бір кругта қалып қоямыз. Сіз ақша табасыз, айлығыңыз бір қарасаңыз бір апта бір айлық түсе салған кезде бай болып көрінесіз. Тіпті мемлекеттің системасының өзі сізді сондай системаға қалыптастырған да.
яғни сіз айлықты тапқан кезде бір апта өзіңізді бай сезінесіз, қалған 3 апта выживать етіп кетесіз, қалған 3 апта ақшаны жеткізу керек болады. Өйткені кредит, баланы оқу, тағы басқа дүниелер, даже өзіміздің қалау шығындарымызды құртпағанның өзінде ақшаның барлығы бізде шығындарды жауып кетеді. Сондықтан өзіміздің болашағымыз үшін, осы бір кругтан шығу үшін айына 25% табысымызды біз инвестицияға салуымыз керек, осы кругтан тезірек шығу үшін. Инвестиция деп жатқанымыз жаңа айтып өткенде тұрғын үй, акция, ETF, облигация. Егер бұл дүние болмаса, бұл кезіндегі құлдықпен бірдей деп айтсақ болады. Кезінде мысалы құлдарда қалай болатын еді? Жұмыс істейді, соған сай тамақ, тұрғын үй, жататын орын алады. Қазірде турасындай. Енді ауыр айтсақ та қазірде турасындай. Тек еркіндік қана айырмашылық бар құлдармен салыстырғанда. Даже еркіндік десек те, кезінде құлдарда кредит, қарыз деген заттар болмаған ғой. Ал қазір бізде кредит дейтін дүниелер бар да. Яғни еркіндік деп те толық айтуға келмейді. Турасындай. Сіз айлық табасыз, табатын ақшаңыз үйіңізге, тамағыңызға, жатын орныңызға кетіп қалады. Турасындай да. Сондықтан кезіндегі құлдықтан қазіргі өмірдің айырмашылығы болмай қалмас үшін айлығыңыздың 25%-ын нақты өсімге салуыңыз керек. Яғни өзіңізге қайтадан ақша алып келетін, болашақта өзіңізге тұрақты түрде пассивті табысы қалыптастыратын активті қазірден бастап қалыптастыруыңыз керек. Және бұны не құрылым ерте бастайсыз, сол құрылым өзіңізге жақсы. Өйткені бізде қазір энергия бар, уақыт бар, күш бар. Сіз қазір жұмысқа бара аласыз, жұмыс істей аласыз, қазір табыс тауып жатырсыз. Бірақ сіз жұмыс жасап жатқан сала алдағы уақытта сұраныста бола ма? Одан бөлек сіз жұмыс жасап жатқан салада сіз ұзақ уақыт жұмыс жасай аласыз ба ол жақта? Ол компанияның болашағы бар ма? Болашағы зор ма ол компанияның? Одан бөлек жасымыз ұлғайған сайын, жұмысқа барғымыз келмей бастайды, денсаулықпен мәселе болып бастайды. Енді адам болған соң біз робот емеспіз ғой, шаршаймыз, демалғымыз келеді, қартайғанда қызығын көргіміз келеді. Ал мемлекеттің беретін пенсиясы ол даже біздің сол кездегі азық-түлікті жабуға да жете алмай қалады. Қазіргі пенсияның өзі азық-түлікті жабуға жетпейді. Даже азық-түліктің өзін жетпейді. Басқа армандарда, мақсаттарды қоя тұрғанда азық-түліктің өзін жаба алмайды. Сондықтан, сол болашақта қаржылай тұрғыдан қиналып қалмас үшін өзіңізге деген инвестицияны, активтерге деп салынатын инвестицияны қазірден бастаңыз. Сіз инвестицияны не құрылым ерте бастайсыз, сол құрылым өзіңізге жақсы. Енді инвестиция бойынша мысал ретінде келтірейін. Мысал ретінде Ержан мен Арнұр деген жігітті алайық. Ержан мысалы инвестицияны 25 жасында бастайды, және де ай сайын тұрақты түрде 50 мың теңге инвестиция жасайды. Енді екінші жігіт бар, Арнұр деген. Ол бірақ инвестицияны 35 жасында бастайды. Бірақ ай сайын Ержаннан 2 есе көп, яғни 100 мың теңге тұрақты түрде инвестиция жасап отырады. Енді алдағы екеуі де 20 жылдан кейін былайша айтқан кезде екеуі де 45 жасқа жеткенде, Арнұр да Ержан да 45 жасқа жеткен кезде, қайсысында көбірек капитал жиналады деп ойлайсыздар? Ержан айына 50 мың теңге инвестиция жасайды, Арнұр айына 100 мың теңге инвестиция жасайды. Ержан 25 жаса бастады, Арнұр 35 жаса бастады. Осы жерде видео тоқтатып, комментарийге жаза кетіңіз, қайсысы көбірек капитал жинайды деп ойлайсыз. Енді мына цифрда естісеңіздер шок боласыздар. Қараңыздар. Арнұр ай сайын 100 мың теңге инвестиция жасап отырған 35 жасынан бастаған адам жалпы 45 жасқа жеткен кезде 53 миллион теңге, 53 миллион 380 мың 466 теңге жинады да, ай сайын 100 мың теңге инвестиция жасай отырып. Бұл жақсы. 100 мың доллардан көбірек капитал. Бұл жаман емес. Оның ішінде өзінің жинаған ақшасы 12 миллион теңгені қана құрайды. Яғни инвестицияға өзінің ай сайын салған 100 мың теңгесі жалпы 45 жасқа жеткенде 12 миллион теңгені құрайды. Жалпы 53 миллион 380 мың 466-ның ішінде, яғни 12 миллион теңге үстіндегі суманың барлығы өзіне инвестиция арқылы күрделі процентпен келіп отыр. Күрделі процент деп жатқанымыз, мысал ретінде сіз депозитке 1 миллион теңге инвестиция жасаңыз, немесе депозит демек, облигацияға 1 миллион теңге салсаңыз, үстіне 20% табыспен, мысалы бірінші жылы ол 1 миллион 200 мың теңге болады. Егер сіз үстіне сума қоспасаңыз, онда ол тағы да 200 мың теңге берудің орнына сізге уже 240 мың теңге береді. Не үшін? Өйткені алдыңғы салынған 200 мың теңгеге де 20% өсе береді. Уже келесі жыл 1 миллион 440 мыңға 20% кетеді. Хотя бастапқы сумамен санаған өзінде. Ал бұл жақта қосымша 100 мың теңге инвестиция жасап жатыр ғой, оған да қосымша пайыз өседі. Күрделі процент дегеніміз осы. Күрделі процент бұл жерде банктік пайыздар емес. Бұл кәсіппен ортақтасу арқылы, яғни компанияның акциясын, ETF-ін, облигациясын сатып алу арқылы пайда табу, яғни кәсіппен ортақтасу. Енді мынаны қараңыздар. Ержан айына 50 мың теңге инвестиция жасап отырды, 25 жасында бастап, ай сайын 50 мың теңге инвестиция жасап отырды. Арнұрдан 2 есе аз сумаға инвестиция жасады. Енді Ержан 45 жасқа келген кезде, оның да өзінің жинаған ақшасы 12 миллион теңгені құрайды.
ай сайын 50 мың теңгеден салғанда, если ол инвестиция жасамай, просто жинайтын болса, 12 миллион теңге жинайды. Ал инвестиция жасау арқылы Ержан 45 жасқа жеткен кездегі жиналған ақшасы 316 миллион теңгені құрап отыр. Бұл қалай? Арнұр екесе аз, екесе көп сума салып отырса да, айына 100 мың теңге Ержаннан екесе көп салып отырса да, ол тек 53 миллион жинады. Ал Ержан 316 миллион жинады. Өйткені бұл жердің арасында уақыт. Мысалы, Арнұр 35 жасынан бастады, Ержан 25 жасынан бастады. Арасында 10 жыл уақыт, осындай үлкен сума айырмашылығын беріп тұр да. Былайша айтқан кезде 6 есе көп сума. Сол үшін инвестиция не құрылым ертерек бассайсыз, сол құрылым сіздің уже жалпы жинайтын капиталыңыз, соңғы финиш дейміз ғой, финиш жинайтын сумаңыз көп болады. Үлкен капитал болады. Осының арқасында уже сізде айына 50 мың, 100 мың теңге пассивный доход емес, 2 миллион теңге, 3 миллион теңге, 5-10 миллион теңге пассивный доходқа дейін жетуге болады. Сондықтан инвестицияны не құрылым кейінге қалдыра бересіз, сол уақытта сіз ақшаңызды жоғалтасыз. Өйткені инвестицияны бастауға кеткен 1 жылмен, инвестицияны қазір қолына қанша бар бастап кеткен, 1 жыл бұрын бастап кеткен адам, ол жаңа инвестицияны 1 жыл ойланып барып бастаған адамнан әлдеқайда алда болады. Ай сайынғы салған сумасы азырақ болса да. Сол үшін инвестицияны не құрылым ертерек бастайсыз, сол құрылым өзіңізге жақсы. Сондықтан инвестицияны дәл қазірден бассаңыз, дәл қазірден осы сала бойынша білім алыңыз, осы саланы білетін адамдардан білім алып, өзіңіздің дағдыңызды дамытып, тәжірибе жинап, осы инвестиция саласымен айналысып, өзіңіздің қаржыңызды құр жатқызбай, ақшаңызды өсіріңіз. Себебі құр жатқан ақша ол ең үлкен қателік. Себебі ол құнсызданады, инфляция жеңеді, ақшаңыз құнсызданып ақ жойылып кетеді. Сол үшін ақшаңызды активке инвестициялауды, табысыңыздың 25%-ын осы инвестиция жолына салуға дайын болыңыз. Келесі 15% сізде қауіпсіздік жастығынан кету керек. Қауіпсіздік жастығы дегеніміз жалпы білесіздер, біздің өміріміз ол белгісіздіктен тұрады. Өмір кез келген уақытта соққы жасауы мүмкін. Ол қалай болатынын білмейміз. Ол денсаулықпен болуы мүмкін, енді Құдай сақтасын, финанс тұрғысынан болуы мүмкін. Сол жағдайда, инвестицияда жинаған ақшаңызды құртып қоймас үшін, кредитке, қарызға кіріп кетпес үшін сізде қауіпсіздік қоры болу керек. Енді қаралы күн қоры деп айтқым келмейді, ол жамандық шақырумен бірдей. Сол үшін қауіпсіздік қоры деп атаймыз, немесе қауіпсіздік жастығы деп айтсақ болады. Жалпы қауіпсіздік жастығы сіздің кемі 3-6 ай арасындағы тұрақты шығындарыңызды жаба алу керек. Тұрақты шығындар дегеніміз сізде қазір ай сайын кредитке кетіп жатқан сума, бала шағаңыздың оқуына кетіп жатқан сума, одан бөлек отбасының тамағына кетіп жатқан сума. Тамақ ол сырттан тамақтану, ресторан емес, именно отбасылық азық-түлікке кетіп жатқан сума. Осындай міндетті түрде төлеу керек шығындар. Яғни оны төлемесеңіз бітті. Мысалы, квартира төлемесеңіз, квартираны шығарып жібереді. Тамақ сол мүмкін емес. Тура сол сияқты. Оны төлемесеңіз болмайтын шығындардың барлығын тізімге жазып шығыңыз. Ерінбей ақпаратты алыңыз, осы видеодан кейін ақпаратқа полный жазып шығыңыз. Қай затқа қанша ақша кетіп жатыр. Соның барлығын жазыңыз, именно тұрақты шығындарды. И общий сумасын шығарыңыз. Сол общий суманы 3-ке және 6-ға көбейтіңіз. Кемі 3 айлық, бізде максимально 6 айлық, және одан көп болатса жақсы әрине. Кемі 3 айлық сізде шығындарыңызды жабалатын суманы жазып алыңыз өзіңізге. Қанша сума керек? Мысалы ретінде тұрақты шығыныңыз 300 мың теңге болатын болса, сіздің тұрақты шығындарыңыз, онда сізде кемі 900 мың теңге қауіпсіздік қоры болу керек. Ал жақсы жағдайда сізде уже 1 миллион 800 мың теңге, мысалы қауіпсіздік қоры болу керек. Бұл қор сізге қарызға кіріп кетпеуге, инвестициядағы ақшаны құртып қоймауға көмектеседі. Енді қауіпсіздік қорының шарттары қандай? Ең біріншіден бізде қауіпсіздік қорында ақша кез келген уақытта доступны болу керек. Ақшаны жаңағыда инвестицияға, тағы басқа заттарға салып тастауға болмайды. Именно қауіпсіздік қорының ақшасын. Ол қор сізде депозитте болу керек. Депозит болғанда 20% жинақтық депозит емес, өйткені жинақтық депозитті сіз кез келген уақытта шеше алмайсыз. Шешкен жағдайда пайызын алып тастайды да, сізде үстіндегі сыйақысын алып тастайды. Сол үшін тұрақты түрде орташа пайыздар бар, 15-17% арасында ақшаңызды депозитке салыңыз, қауіпсіздік жастығы. Оның өзінде өзіңіз қолданатын депозитке емес, енді көбіміз Каспи қолданамыз ғой, Каспи депозит емес, өзіңіз қолданбайтын басқа Freedom болсын, БЦК болсын, халық болсын, өзіңіз қолданбайтын банктің депозитіне салыңыз. Өйткені көзде тұрған ақша эмоцияға жақын болады, сіз оны кез келген уақытта құртып тастауыңыз мүмкін. Сол үшін қауіпсіздік жастығы құртылып кетпес үшін өзіңіз қолданбайтын банктен депозитіне ақшаны салып қойыңыз. Екіншіден тәуекел төмен болу керек. Депозит деп жатқаным, депозиттен 10 миллион теңге дейін сақтандыру бар. Енді сізде подушка 10 миллион теңге болады деп ойламаймын. Сондықтан ақшаңыз сақтандыру да болады. Ал сіз ол ақшаны инвестицияға алып тастай алмайсыз ғой. Сол үшін ақшаңыз өзіңіз қолданбайтын банкте төмен тәуекелмен
сақтандыруда болу керек. Және үшіншіден, ол ақша инфляцияға жеңіп кетпеу керек, яғни құнсызданып кетпеу керек. Подушканы наличка жинауда болады, олай да айта аламын, бірақ подушка наличка жинаған кезде сіздің ақшаңыз жыл сайын құнсыздана береді, ақшаңыз жатып ақ жойылып кетеді да. Сол үшін ақшаңыз құнсызданып кетпес үшін өзіңіз қолданбайтын банктен депозит ашып, сол жаққа ақшаңызды сақтаңыз. Оның өзінде 20% шаң айтқандай жинақтық депозит емес, кез келген уақытта шешіп алатын стандартты депозитке сақтап қойыңыз. Осының арқасында ақшаңыз қауіпсіз жерде болады, кез келген уақытта шеше аласыз, және де өміріңізде бір жағдай болып қалған кезде ол ақшаны қолдана аласыз. Және қауіпсіздік жастығындағы ақшаны мысал ретінде кішігірім ДТП болып қалдық деп айтайық. Алматы қаласында кішігірім ДТП болып қалды, и сізде 200 мың теңге шығын шығып кетті да. Енді сіз осы қауіпсіздік жастығына, мысалы сізде 900 мың теңге жиналып тұр, ішіне 200 мың теңгені алып, осы шығынды жапсаңыз болады. Ешқандай қарызға кірген жоқсыз, инвестицияда ақшаны құртқан жоқсыз. Просто қауіпсіздік жастығында ақшаны алдыңыз да, осы шығынды жаптыңыз. Енді осы 200 мың теңгені сіз қайта толтырып қоюыңыз керек. Бұл сіздің қауіпсіздік қорыңыз ғой. Уже бір рет ондай жағдай болды, қайталанбайды деген зат жоқ қой. Алдағы уақытта да сондай жағдайлар қайталануы мүмкін, немесе жұмыспен мәселе болып қалуы мүмкін. Сол жағдайларда өзіңіздің міндетті, тұрақты шығындарыңызды жаба алатын сумманы қайта толтырып қойыңыз. Ол міндетті түрде. Кемі 3 және 6 ай арасында өзіңізде шығынды құрау керек. Бұл сіздің айлық табысыңыздың 15%-ын құрау керек. Одан бөлек қауіпсіздік жастығын тезірек толтырудың тағы бір қосымша жолын айтып өтейін. Бұл көбісі елей беретін зат емес, бұл көбінесе кэшбэктер. Кез келген кафенеге барсаңыз, тіпті Газпром кез келген заправкаде қосымша карта жүреді, Магнумда болсын, яғни кэшбэк береді сізге. Осы кэшбэктерді жинаңыз. Ол 1%, 3%, 5% көзге мүмкін, бірақ ақша тиыннан құралады демекші, осы түскен кэшбэктерді өзіңіз қолданбайтын банк депозитіне, яғни қауіпсіздік жастығына жинай беріңіз. Яғни өзіңіздің салып жатқан ай сайын 15% бар, табыстан түскен. Одан бөлек ай сайынға жаңа 1%, 3% келген су алсаңыз да кэшбэк түседі ғой. Мысалы Freedom арқылы төлесеңіз кез келген затқа кэшбэк түседі. Тура сол сияқты. Кез келген кэшбэкті алып, сол қауіпсіздік жастығына жинай беріңіз. Осының арқасында сіздің қауіпсіздік жастығыңыз тезірек жиналады. Осының арқасында сіз әлде қайда стрессіз инвестиция жасайсыз, әлде қайда стрессіз өмір сүре аласыз. Келесі 50% негізгі ақшаңыз шыңға айтып жатқан бұл тұрақты шығындарға кету керек. Қажеттілік шығындар деп айтамыз. Яғни қалау шығындары мен қажеттілік шығындар деген заттар бар. Көптеген бізде отандастарымыз, жалпы өзіміз айлықтан айлыққа өмір сүреміз. Бұның басты себебі, бастысы кесірі деп айтсақ болады, өзімізді бай қылып көрсету. Яғни елдің алдында басқалар не ойлайды, өзімізді бір жоғары көрсеткіміз келеді. Ешкімнің, біреудің вниманиясы сізге ол нам болмайды. Ешқашан өзіңіздің табысыңыздан жоғары өмір сүрмеңіз, Мысалы, сіздің ақшаңыз машина мінуге келмей ма, наличка алып машинаны алуға келмей ма, кредитке ешқашан алмаңыз. Тура сол сияқты, кез келген зат. Сіздің қаражатыңыз ол затқа жетпейді ма, оған былайша айтқан кезде тырысып керек емес. Табысыңыз соған жеткен кезде барып алыңыз, ол кезде мәселе жоқ. Дәл қазіргі табыспен керек емес олай жасау. Бұл өте үлкен қателік, себебі сіздің қалау шығындарыңызды арттырып жібереді. Қалау шығындары мен қажеттілік шығындары деген бар. Ол үшін ақпаратты аласыз, ортасынан екіге бөлейсіз. Біріншісі қажеттілік шығындар. Қажеттілік шығындар бағана айтып жатқан тұрақты шығындар. Үйге, тағы басқа кредиттерге, бала-шағаға, азық-түлікке деген сияқты. Қажеттілік, сіз ол затты алмасаңыз да болады, немесе ол затқа ақша төлемесеңіз де болады. Ол жаңа кино бару, кафе бару, сыртқа қыдыру деген сияқты. Енді ол зат мүлдем алып тастау деген зат жоқ. Бірақ нақты бөліп алыңыз, қажеттілік шығындары қандай сізде, қанша сума кетіп жатыр, қалау шығындары қандай. Кафеге, ресторанға, тағы басқа дүниелерге керек емес. Ол затты төлемесеңіз де ештеңе етпейтін заттардың тізімін жасап, қанша сума кететінін шығарыңыз ай сайын. И осы жерде уже бақылап алыңыз. Қай қалау шығынына көбірек ақша кетіп жатыр. Енді қажеттілік шығынды азайта алмайсыз ғой. Қалау шығындарын азайтыңыз. Осыны азайту арқылы сізде жаңағы инвестиция қауіпсіздік жастығына әлде қайда көбірек ақша бөлінеді. Енді қалау шығын мүлдем алып тастаңыз деп айтпаймын, мүлдем кино бармаңыз, мүлдем кафе бармаңыз деп айтпаймын. Ол міндетті түрде керек, эмоция керек біздің өмірге, эмоциядан тұрады. Бірақ осы қалау шығындарын бақылауға алып, өте көп кетіп жатқан, яғни артық кетіп жатқан осы қалау шығындарының мөлшерін азайтыңыз. Осы арқылы инвестицияға, қауіпсіздік жастығына көбірек осы ақша көздерін бағыттаңыз. Және де жаңа айтып өткендей, нағыз байлық ол қымбат машина, қымбат үй емес. Үй, машина барлығы пассив. Сіз үлкен үй болған сайын, қымбат үй болған сайын, оған қосымша мүлік салығын төлейсіз. Ол үлкен коттедж болса, оның алдындағы жөндеу жұмыстары бар, ремонты бар. Одан бөлек үйдің налог бар, және де үйдің жаңағы коммуналкасының өзі өте қымбат шығады. Енді бір бөлмелі үй, екі бөлмелі үймен салыстырғанда коттеджде мысалы әлде қайда жоғары деген сияқты. Тура сол сияқты. Қымбат машина болған сайын оның шығыны да көбейеді.
Машина, үй ол байлықты көрсетпейді. Нағыз байлық дегеніміз сіз ешқандай жұмыс жасамасаңыз да сізге тұрақты табыс әкеліп отыратын пассивті табыс көздеріңіз көп болса, капиталыңыз көп болса, сіз нағыз байлықтың иесісіз, да? И сол түскен пассивті табысқа сіз үйді, машина ала берсеңіз болады. Өзіңіздің табысыңызға емес, сол ақшаңыздан түскен пассивті табысқа барып үйді, машинаны алсаңыз, бұл әлде қайда дұрысырақ әрі сенімдірек болады. Жалпы машина деген дүние сіздің жалпы капиталыңыздың 5-10%-ын аспағаны дұрыс. Жалпы капиталыңыз 5-10%-ын аспау керек. Ал үй көбінесе 15-20%. 15-20%-ын асырмаған дұрыс. Осы қарқынды ұстасаңыз, онда мәселе емес. Мен сізге айтып жатқан жоқпын, үй алмаңыз, машина алмаңыз деген дүние емес. Оларды алу керек, бірақ өзіңіздің жағдайыңызға сай. Машина 5-10%, үй 15-20%-ға. Кредитке ешқашан машинаны, үйді алмаңыз. Бұл өте маңызды дүние. Келесі 10% бұл бізде қалау шығындары. Қалау шығындары деп жатқанымыз бұл шетелге саяхаттау, өзіңіз қалайтын киімдерді алу, яғни өзіңіз не қалайсыз, сол затқа ақшаны құрту. Бұл табысыңыздың көбінесе 10%, яғни арнайы сізде депозитте, бұны енді Каспи депозитте ұстай берсеңіз болады, тек өзіңізге құртылған ақша ғой. Қалау депозиті деп өзіңізге депозит ашып қойыңыз. Қалау депозитіне ай сайынға түскен ақшаның 10%-ын саласыз. Бұл ақшаны қайда құртсаңыз да өзіңіз білесіз, және бұл үшін өзіңізді жазғырмайсыз. Бұл тура спорттағы тамақтану сияқты, да? Мысалы, спорттық тамақтар, яғни арнайы тамақтар ішетін кісілердің өзі 6 күн сол тамақты ішеді, бір күн өзі қалаған тамақты ішеді. Себебі онсыз болмайды, да? Онсыз өмірдің мәні кетіп қалады былай жатқан кезде. Сондықтан осы 10%-ға арнайы депозит ашыңыз. Қалау шығындары. Ол ақшаны сіз қайда құртасыз, өзіңіз білесіз. Қалау шығыны бітіп қалса, ешқандай шығынға теспейсіз, инвестицияға, подушкаға ешқайсысына теспейсіз, келесі айда күтесіз. Келесі айда уже қалау шығындарын оймен жұмсайтын боласыз, да? Сондықтан бұл қалау шығындары өзіңіздің өміріңіздегі эмоцияларды қалыптастыруға, мысалы, жинап, өзіңізге телефон алсаңыз болады, қалап жүрген, немесе өзіңіз қалап жүрген мемлекетке саяхаттасаңыз болады. Ай сайын айлық табысыңыздың 10%-ын депозитке жинаңыз, және ол ақшаны қайда құртсаңыз да өзіңізді жазғырмаңыз. Бұл сізде өміріңіздегі эмоция беретін, өзіңізге бағыт сыйлайтын депозит. Яғни осы проценттерді сақтау арқылы сіз тек қана инвестиция жинап, тек қана ақша жинап кетпейсіз. Көбінесе инвестиция жинау, ақша жинау десе көбісі бір қызықсыз процесс еске алады. Бірақ инвестиция процесін осылай баланс түрінде қалыптастыру арқылы сіз инвестиция жасайсыз, қауіпсіздік қорына жинайсыз, тұрақты шығындарыңызды жабасыз, өзіңіздің қалау шығындарыңызды, хотелкаларыңызды уақытында орындап отырасыз. Осы проценттерді сақтай отырып, сіз барынша қаржыңызды жүйелі түрде, дұрыс түрде басқаратын боласыз. Осы видеоны соңына дейін қараған жандарды шын жүректен құттықтаймын. Жарайсыздар, себебі сіздер қаржы бойынша өте пайдалы ақпаратты алдыңыздар. Осы ақпараттарды тыңдап қана қоймай, өмірлеріңізге енгізіп қолданыңыздар. Себебі бұның бәрі тәжірибемен, нақты нәтижелермен келген заттардың барлығы. Сондықтан осы берілген білімдерді, құндылықтарды міндетті түрде қолданыңыздар. Одан бөлек видеоның басында айтып өткендей, өздеріңізге уәде еткендей, менің атымнан арнайы тегін сыйлық бар. Яғни өзімнің жеке, қазір мен қалай көріп отырсыздар, тура солай Zoom-да 1 сағаттық жеке разбор жасаймыз. Инвестиция қаржы бойынша негізгі құны 50 000 теңге тұрады, бірақ осы видеоның соңына дейін қараған адамдардың арасында 10 адамға өзімнің осы разборымды тегін сыйлайтын боламын. 1 сағаттық Zoom разбор тегін берілетін болады. Ол разборды қалай аламыз? Ол үшін осы видеоға лайк басып кетіңіз, комментарийге өзіңіздің пікіріңізді, не түсіндіңіз, видео пайдалы болды ма, сол бойынша жаза кетіңіз. Және де описаниеде, комментарийде менде қалдырам сілтеме. Сол сілтемеге өтсеңіздер, анкета шығады. Ол жерде анкетада жастарыңыз, инвестициялық мақсаттарыңыз деген сияқты сұрақтар болады. Сол сұрақтарға барынша толық әрі шынайы жауап беріңіздер. Араларыңызда 10 адамға осы 1 сағаттық менімен тікелей жеке Zoom разбор тегін берілетін болады. Парақшаға тіркеліп алыңыздар, себебі бұл парақшада алдағы уақытта қаржы бойынша, инвестиция бойынша өте пайдалы білімдер, өте мықты құндылықтар берілетін болады. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.